қойыңыз құрметті. Енді сайыс болғаннан кейін, жарыс болғаннан кейін, құрметті әріптестер, жеңімпаз болады. Ол енді әділ сайыс болды деп ойлаймын. Енді ана мынау өкпе реніш болатын болса, бұл мөлдір, қыз егін бай тұрбай отырды, бәрі өзге санады. Биыл болған жоқсың, шпионды шығып жібердің, бейсен ана. Сондықтан, құрметті әріптестер, мынау номинация бойынша марапаттауларды бастаймыз. Енді спартакиаданың басында айтқанбыз, ең үздік спорт киімі деген марапат болады. Сондықтан ең үздік спорт киімі біргелікке биыл дайындалып, әдеміленіп келген. Құрамында кілең әйелдер бар, бірақ ортасында жігіттерді бұл шамалылармен ұсынып кетіп қапты. Бала болса бала бақшасы. Горда Мадиновский. Жортықұлова Татьяна. Лучшая спортивная форма. Молодцы, балауса. Горда Мадиновский. Мақтаған қыз тойдан кетіп қалады, бәрі кетіп қапты. Татьяна қапты. Және де бүгін айтқанбыз да әрден біздің жастар біледі, білмейді, көп жылына 24 спартакиада өткізіп келемін. Сондықтан міне Дәулет Лелесович деген ағамыз болған. Шахматтан жүрегін шағып майын ішкен. Облысқа барғанда кем дегенде 3-ші орын алып беретін. Сондықтан сол Дәукенді өлі разы болмай тұрып айымайды, жылда спартакиадаға есімізге алуды дәстүрге айналдыр. Сол кісінің атынан тағайындаған жүлдеміз бар. Сондықтан мына шахматшылардың төраға төрешілерімен ақылдасып, ең жаңағы жеңіске деген жігерлігін танытқан шахмат ойындарының белсенді қатысушысы Омаров Дәурен Мәжитұлына ерекше сыйлық беріледі. Дәулет келесі атындағы сыйлық. Директор болса бәрін жағыртамыз. Және енді спорт түрлеріне көшейік. Индивидуальный мұғалім 2024 спартакиадасында үстел теннисі ойындарында әйелдер арасында 3-ші орынды иеленгені үшін Үш-Сақ негізгі мектеп ұстазы Биғара Жанар марапатталады. Үстел теннисінен әйелдер арасында 2-ші орынды иеленгені үшін Шалқар орта мектебінің ұстазы Рахат Айралы марапатталады. Үстел теннисінде жүлделі бірінші орынға иеленген үшін Кембелей орта мектебінің ұстазы Шопанова Жанар Мейрамбайқызы марапатталады. Жылдамады ғой? Әсем дайындалса ғой осы алып дайындалды ғой? Жылдамады ғой? Дайындалды да кеш. Ерлер арасында үстел теннисінен 3-ші жүлделі орынға иеленген үшін Жөндеке ұлының кәсіподақ ұйым төрағасы Момбаев Ерлан марапатталады. Үстел теннисінен 2-ші орынға иеленген үшін Садвақасов Асқар Өрікбайұлы Қорғалы мектеп гимназиясы марапатталады. Және үстел теннисінен бірінші жүлделі орынға иеленген үшін Сабынды орта мектебінің ұстазы Шарипов Ержан марапатталады. Келесі Гафан волейбол қалдырып волейбол қатысына
Орын алатындарды вообще ешқайда ысырмау керек. 9 құмалақ әйелдер арасында 9 құмалақ ойында 3-ші орында иеленгені үшін Қаппар Жанар марапатталады. Кембедегі орта мектебі. Махаббат. 2-ші орында иеленгені үшін 9 құмалақ ойында әйелдер арасында Ақтан Төлебаев атындағы орта мектебінің ұстазы Лекетбегі Махаббат марапатталады. Және жүлделі 1-ші орында 9 құмалақ сайысында әйелдер арасында жеңіп алған Бейсенбаева Сайран Қабдрахманқызы сәлемді орта мектебі. Абынды. Тоғыз құмалақ ойында ерлер арасында 3-ші орынды иеленгені үшін Мұқанов Досымжан Ақтан Төлебаев атындағы орта мектебінің Досымжан. кәсіподақ оқушысы. Молодец. Ал. 9 құмалақ ойында ерлер арасында 2-ші орынды иеленгені үшін Омаров Сейіт Бақтар Қанатұлы Қорғалжы мектеп гимназиясы марапатталады. Және жүлделі 1-ші орынға иеленгені үшін аудандық білім бөлімінің әдіскері кәсіподақ ұйым төрағасы Орынберген Мұсаев марапатталады. Районо. Білім бөлімінің Қазақстан. Шахмат ойындарында ерлер арасында 3-ші орын иеленгені үшін Кембедегі орта мектебінің ұстазы Болды седі. Я сен келеді қатқып, басқа секунд өтіп отыр, изображение жүрмейді вообще. шахмат ойындарында 2-ші орынды иеленгені үшін Сабынды орта мектебінің ұстазы Сатанов Асман марапатталады. Шахмат ойындарында 1-ші жүлделі орынға ие болғаны үшін Арықты орта мектебінің ұстазы Күлбаев Әскербай Ермекұлы марапатталады. Шахмат ойындарында әйелдер арасында 3-ші жүлделі орынға иеленгені үшін Кембедегі орта мектебінің ұстазы Ермұрат Әлемгүл кәсіподақ ұйымының төрайымы марапатталады. Шахмат ойындарында 2-ші жүлделі орынды иеленгені үшін Қорғалжы мектеп гимназиясының ұстазы Шұғаева Гүлбаршын Сапарбекқызы марапатталады. Өзі көмекші, өзі ойыншы. Және шахмат ойындарында 1-ші орын иеленгені үшін Үсенов атындағы Сабынды орта мектебінің ұстазы Еспекова Мадина марапатталады. Көп сайыста енді біз жеке-жеке приз тағайындаған жоқпыз,
командалар. Сондықтан ер адам мен әйел адамның ұпай саны қосылады да жүлде тағайындалады, орын беріледі. Сондықтан 3-ші орынға иеленген үшін Кембедегі орта мектебінің командасы марапатталды. Ермұрат Әлемгүл және Өтеулин Марғұлан. Екі адамдар. Мылтық, турник. Марғұлан 3-ші орын. Бөлек 500 грамм. Бөлек 500 грамм. Как общий монет? Екінші орынға иеленген үшін көп сайыста Сабынды орта мектебінің командасы Қабдрашев Бауыржан, Батыржан және Мұханова Асия дейді. Және бірінші жүлделі орынға ие болған, азғантай болса да санымен емес сапасымен жеңімпаз атанған Ялы негізгі мектебінің командасы Қабдешев Мейіржан және Сатанова Гүлнар дейді. Асық ату ойындарында ерлер арасында 3-ші жүлделі орынға ие болған Үштар негізгі мектебінің кәсіподақ ұйым төрағасы Жұмаділдин Сайланбек Шортанбай алдайды. Үштар. Келесі асқатыңда, асқат айналып. Мен сызқылы келесі ойында. Ерінші шорын. Екінші орынға ие болған ерлер арасында асық ату ойынында Қайырбек Ардақ Жантеке орта мектебі дейді. Ардақ. Және де ерлер арасында асық ату ойындарында жүлделі бірінші орынға ие болған облыстық спартакиаданың 2022 жылғы жеңімпазы Сатанов Аслан Сабынды орта мектебі. Әйелдер арасында 5 асық сайысында 3-ші орынды иеленген үшін Туғанбаева Сабира Үштар негізгі мектебі дейді. Марапатталады. Әйелдер арасында 2-ші жүлделі орынға ие болған Шалқар орта мектебінің ұстазы Жанмолдина Жазира Рахметоллақызы. Және де жүлделі бірінші орынға ие болған Сабынды орта мектебінің ұстазы Қалабаева Зульфия марапатталады. Құрметті әріптестер, Егілбай Нұрбайыш сұлым айтып жатыр. Жаңа біздің жинақ атып кетті. Асық ату 5 асықтан 2-3 орын Кембедегі мектебінің ұстазы, оған жүлдені бөлек береміз. Бірақ 3 орын Кембедегі мектебі алды. Қоғалсақ қойылды. Естетіп шықты. Городок
ойындарында сайысында ерлер арасында 3-ші орынды иеленген Уәлиханов атындағы команда Келеберген Мерей, Алтайбаев Ергас. Екінші жүлделі орынға ие болған городок ойында Ивалиев Есен және Абзелов Қанат Сабынды орта мектебі. Бағына кетті. Сүйді бағына кетті. Волейболда ма? Есен қалай сарғайып кеткен? Жоқ, пробныйдарды бәрін уақытамыз. Содан кетті, бүйдет болды. Пробныйдан біз екі ағырет кетіп, үшінші жоқ деді бір. Ойнаған кезде ойнай алмай қалды. Және бірінші орынға ие болған Амангелді орта мектебінің командасы Қабыкербек Ниязов, Абдығалықов Нұрлан дейді. Дайындалады ғой. Волейбол. Волейбол уже? Как быстро? Волейбол дейді. Үшінші орынға ие болған Амангелді орта мектебінің командасы келеді. Жалпы командалар. Амангелді. Құтты болсын. Волейбол. Екінші орынға ие болған Сабынды орта мектебінің командасы. Өте тартысты ойын болды. Молодцы. Кроссовкин кетті мен. Және волейбол ойындарында бірінші орынға ие болған Қорғалжын мектеп гимназиясының волейболшылар командасы. Шығындар берді. Және кубок волейболға команда ойын болғаннан кейін жалпы командалық орын. Жалпы командалық енді ұпай санын оқиды. Қайда таблицаны? Кім последний? Ұпай санын. Неге олар жақтады? Қол сұртысайды осы бар. Енді қайтамыз. Ұпай санына келейік. Бірінші орын. 14 команда қатысыпты, 15 командадан 14-ші орын 62 ұпаймен Майшықыр негізгі мектеп алыпты. Молодцы. Көптен қалғанды қайды. 13-ші орын қайды кетті. 102 ұпаймен Балауса балабақшасы. Молодцы. 12-ші орын 114 ұпаймен Уәлиханов атындағы орта мектеп. Бір қол соқпайындағы. 11-ші орын 127 ұпаймен
Iyalı negizgi mektebi, молодцы. Вот, orta mekteplerimin ortasında жүрсіңдер. Так, 10-шы орын 132 паймен Жәнтеке орта мектебі, Ерлан. Bir қолсақ қойды. Biz varmız öz. 9-шы орын 150 паймен Işsak негізгі мектебі. Молодцы, санымен өз сапасымен алып отыр. 8-шы орын ұпай санымен, так, 102 ұпай санымен, жоқ, 8-ші орынға келеді құдай-ау. Айылы бірінші орын. Мында көздерін көр, 8-ші. 152 ұпаймен аудандық білім бөлімі. Ол 3 күн бұрын дайындалғанда ғой, айдос бұрын жоғырғы Келесі. 7-ші орын 156 ұпаймен Шалқар орта мектебі. Шалқар, молодцы! 6-шы орын 184 ұпаймен Арықты орта мектебі. Келесі. Және де пятерка дейді ғой. 5-ші жүлделі орын 220 ұпаймен Ақтан Төлеубаев мектебі. 220 ұпай. 230 ұпаймен 4-ші орын Амангелді орта мектебі. 240 ұпаймен 3-ші жүлделі орын Тембілек орта мектебі. Қалсақ қойды. Қазақ болып туылғанда мекенім, жалғаннан бақыт таппай өтем. Желдей жүрек шылқындай жалғанда, аламанда қоздырмай кетем. Қазақ болып туылғанда мекенім, өкініштен өркенеден өтемін. Зиетті домбыраны алмай, қоңырымды әуелет. 242 ұпаймен, жоқ, 274 ұпаймен 2-ші жүлделі орынға Қорғалжын мектеп гимназиясы жетті. Абында бірінші орын. Және де енді ұпай санын айтпай қойын, бәрімізден асып кетті. Айтайын ба, 326 ұпай жинаған Сабынды орта мектебі жүлделі бірінші орын. Молодец, Сабынды! Осы да бір шын оқыды. Әке молодец болды. Осы да бір шын оқыды. Волейболда бір шын оқыды. Valla директор на следующий год на пенсию. Құрметті әріптестер, жақсының жақсығын айт, дұрыстасын, жамандығын жамандығын айт, құтырасың дейді. Осындай командалар дайындаған, кәсіподақ төрағаларына жүлделі командалар дайындаған директор школдарға, мектеп директорларына, Қарайгин мектебінің директоры өкінішке орай бүгін жоқ ортамызда сұранып кетті. Ол кісі зейнет жасында істеді, осы командасын дайындап жіберді. Орынбасар Балмағамбетқызға алғыс хат. Ергаш, ала қойшы. Орынбасар Балмағамбетқа. Және де мында ескерік, кішкентай сувенир. Орынбасар Балмағамбетқа. Құрметті әріптестер, құрметті әріптестер, бер қарай, 1 минут, бер қарамаңдар, бер қарай, Ергаш, бер қарай келіңдер.
ортамызда 1 мамыр күні әріптесіміз, жолдасымыз, замандасымыз, зейнеткерлік жасқа шыққан аудандық білім бөлімінің атынан дайындаған өзімізді қолдайтын алғыс хатымыз бар. Ал ақшалай сыйлығымыз біз жинап отқан адамдар да біреуде. Ауыз алдың ба? Алғыс хатымыз тәртіппен жатыр. Және мынандай өзі кәсіподақ бапқан алғыс хатымыз бар. Егінбай Тұрбай сөзге қарай келсеңіз. Құттықтаймыз, 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 құттықтаймыз. Қарсы емеспіз. Bir ән аман келден. Аман келіп жатқан бір ән. Көп жылдан бері команда дайындап, өзі басшылығымен, өзі мұрындық болып, өз командасына келіп жүрген жүлделі орындардан түспейтін Әбеев Серік Едігеұлына алғысымызды білдіреміз. Көп жылдан бері жүлделі орындар алып жүрген команда өзі әрі оқушым өзімізбен қатарласып қалды. Өзі бабушка өзі Ищина Роза Абжановнаға алғыс білдіреміз. Жантеке орта мектебінің директоры бүгін ремонттықтарға күрделі жөндеуге дайындап отырмыз. Қарлығаш Әбілхамидовнаға алғысымыз бар. Ерлан мектепке барғанда өзі сынарсын. Енді мектеп директорлары кәсіподақ төрағаларысыз шақпа салмайды. Сондықтан осы командаларды дайындап көмектескен осы спартакиаданың өткізуіне ұйытқы болып маған қолғанат болған Қорғанды мектеп гимназиясы кәсіподақ ұйымының төрағасы Әшимова Гүлмира Кәрімжанқызына алғыс айтқым келеді. Осы спартакиаданың басынан аяғына дейін көмектесіп, бізге төрешілікке көмектескен спорт мектебінің ұжымы, соның басшысы Әлиев Әділхан Серікұлына алғыс білдіреміз. Қол соғып қойыңыз. Енді Жеңімпаз командаға мектебіне көмекші болған, қолғанат болған Сабынды орта мектебінің кәсіподақ ұйымының төрағасы Бейсенова Мөлдірге алғыс айтқым келеді. Енді бүкіл командасы тарап кетсе де жалғыз өзі тұр. Осы өзіміздің оқушы, қазір балауса балабақшасының белсенді тәрбиешісі, сол спорт саласына көп еңбек сіңіріп жүрген, жастар болса бас болып жүрген Жартығұлова Татьянаға алғыс білдіргіміз келеді. Бүгін сол кеңесте еңбеккері жақсы еңбек етті, бірақ партнер подводилар. Және де Кембедей орта мектебі жүлделі орын алды. Мен бүкіл жүлделі орын алған мектептердің кәсіподақ ұйым төрағаларын марапаттап отырмын. Сондықтан Ермұрат Әлемгүлге алғысымыз бар. Қабыл алыңыздар. Егінбай Тұрбай. Кембедей орта мектебінің кәсіподақ ұйым төрағасы.
әріптестер, енді қазақ айтады ғой, қонақ келгенше болады, келгенше есе болады дейді. Енді шама-шарқымыз келгенше дайындалдық. Енді қолдарымызға келгенше атқарған сияқтымыз. Сіздерге көп рахмет. Осы шараға үлес қосып, белсенді қатысып, мынау төрешілерге міне бір топ төрешілер тұр. Әншектер, рахмет сіздерге, көп рахмет. Ерлан қайда, Ерлан саған рахмет, көп жасаңыз. Бұнда городокта өз өрткізіп, өз правда қолын жазып, тойнақтар алып береді. Көп жасаңдар жігіттер. Бергеннің берекесін берсін, менің алыстан басқа істемем жоқ. Осы көп жылдан бері өткізіп отырмыз. 24-ші спартакиада, ендігі жылы мерейлі спартакиада болады, тіршілік болса 25-ші спартакиада. Оны ерекше бірдеме қылып өткізерміз, тағы да көреміз оны, қалай өткізетінімізді. Сондықтан амандық болсын, көріскенше күн жақсы, үйлеріңізге аман есен жетуге жатсын. Белсенді қатысқандарың үшін көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.